Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қазақша чизкейк пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен тарымызға ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Келесі тесто дайындау үшін бізге май және шекер, талқан және печенье қажет болады. Печеньемізді блендердан өткізіп аламыз. Және оның үстіне талқанды, шекерді салып араластырамыз. Келесі майымызды құямыз. Дайын болған тестамызды табамызға салып, формасын келтіріп аламыз. Келесі пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға қаймағымызды, жұмыртқамызды, шекерімізді, тарымызды және жүгері крахмалын салып араластырып аламыз. Пирогымызды қызып тұрған отта 130 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Қазақша чизкейк пирогымыз дайын, дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып кетуді ұмытпаңыз.